Апа! Достар, қызық ойнадық ya? Iya. Апа! Апа қайдасың? Апа! Ай, құлыншақтарым, келдіңдер ме? Кіріңдер үйге, жүріңдер. Ал, келіңдер, айран ішіңдер. Апа, бауырсақ пісіріп қойғансыз ба? Иә. Апа, бауырсақ жеуге бола ма? Болады. Дөйдіржан, қолыңды жудың ба? Әрине жудым. Жудық қой ya. Ой, менің балапандарым деген ақылды ғой. Қаны, жей қойыңдар. Апа, бауырсақты не үшін пісіріп қойғансыз? Бүгін қандай да бір мереке ме? Мереке, бүгін керемет мереке. Мерекелердің падишасы десек те болады. Қазір барлығын сендерге айтып беремін. Алдымен айтыңдаршы, сендер қандай мемлекетте өмір сүресіңдер? Мемлекетіміздің аты қандай, балалар? Қазақстан Республикасы. Бәрекелді. Мінекей, бүгін мемлекетіміздің рәміздер күні. 1992 жылдың 4 маусымында рәміздер күні болып белгіленді. Осы күнге сәйкес бүгін рәміздер күнін атап өтеміз. Біздің мемлекеттік рәміздерімізге мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік әнұран жатады. Апа, Ау? мен ше ту туралы өлең білем ғой. Тамаша. Көктудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көктудың желбірегені. Тамаша дөйдіржан. Біздің дөйдір өте ақылды. Балалар, сендер тудың көк түсті екенін, ортасында алтын күн бар екендігін, және де күн астында қалықтап ұшқан қыранды, және де сабағындағы ою-өрнектің бар екенін білесіңдер ғой, Иә, Әрине білеміз. Тамаша, мінекей, көк тудың авторы Шәкен Ниязбеков деген аталарым. Ол көк тудың түсінің көк етіп жасағандығы, ол адалдықтың, бейбітшілік пен ынтымақтастықтың белгісі, алтын күннің белгісі, ол байлық пен берекенің белгісі. Қыран құс, ол күш қайраттың, кеңпейілділік пен кеңдіктің белгісі. Ал ою-өрнегіміз өздерің білетіндей салт дәстүріміз бен мәдениетіміздің көрінісі. Мемлекеттік негізгі рәміздеріміздің бірі елтаңба. Елтаңба мемлекеттік мәдени жанат және тарихи дәстүрін бейнелейтін мұрамыз. Елтаңбаны білесіңдер ғой, балалар, иә? Апа, мен айтайыншы, елтаңбаны мен өте жақсы білемін. Айта ғой. Сендер білесіңдер ме? Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды, көгілдір түс аясында шаңырақ бейнеленген. Шаңырақты айнала күн нұрындай шашыраған оқтар шаншылған. Шаңырақтың оң және сол жағында алтын пырақтар бейнеленген, жоғарғы жағында 5 жұлдыз және төменгі жағында Қазақстан деген жазу бар. Дұрыс айтасың, Ақерке. Мінекей, көк тудың аясындағы шаңырақ бұл біздің еліміздің тұтастығын, бір тұтас мемлекет екендігімізді білдіреді. Ал шаңырақтың беріктігі ол оқтарға байланысты, иә, сенімділігі. Демек біз көп ұлтты мемлекет болсақ та бір тұтас, бірлікте, ынтымақтастықта өмір сүріп жатқандығымыз айғағы. Ал оң жағындағы және сол жағындағы пырақтар бұл тұлпар сенімділік пен мықтылықтың белгісі. Ал қанаты ол дегенің біздің шынайы ой арманымыз, біздің деген жасампаздыққа, дамуға деген ниетімізді білдіреді. Ал мүйізі бұл көктің сыйы мен жердің игілігін білдіреді. Ал 5 бұрышты жұлдыз бұл балалар біздің әлемдегі 5 құрлыққа жүрегіміз бен көңіліміздің ашық екендігін, әр елмен серіктес болуға деген ынтымақтастықта өмір сүруге деген ниетіміздің айғағы. Мінекей, Қазақстан бұл мемлекетіміздің аты. Түсінді қой, балалар? Апа, елтаңбаны бар ғой, менің маңдайыма немесе үстіме жабыстырып беріңізші. Жоқ, дөйдір, болмайды. Мемлекеттік рәміздерімізді қалай болса солай пайдалануға болмайды. Мемлекеттік рәміздерге аса зор құрметпен қарауымыз керек. Оны маңдайымызға немесе түйме қылып тағуға болмайды. Біле білсеңдер, қыздар, дөйдір. Мемлекеттік рәміздерді Қазақстан Республикасының президентінің резиденциясында, парламент, сенат, мәжіліс, үкімет залдарында, сот орындарында,
барлық президентке тікелей қатысты мекемелерде ғана қолданылады. Шет елдердегі елшіліктерде, мемлекеттік ғимараттарда ғана пайдаланылады. Оларды қалай болса солай пайдалануға болмайды. Түсіндік қой, қыздар, дөйдер. Жарайды. Ал мен болсам туды қараш үйдің төбесіне тігіп қоям ба деп ойласам, болмайды екен ғой. Мемлекеттік рәміздердің біріне әнұран жатады. Ол барлық халықтарда болады. Әнұранды гимн деп атайды. Біздің ең алғашқы егемендік алған кезімізде әнұранымыз болды. Жаралған намыстан қаһарман халықпыз деп басталатын. Кейіннен халықтың ұсынуымен ел аузында кең тараған Шәмші Қалдаяқов деген үлкен аталарының әнін, сөзін Жұмекен Нәжмеденов деген аталарың жазған. Соны Қазақстан Республикасы президентінің өз ұсыныстарын енгізуімен біздің әнұранымыз қабылданды. Оны барлықтарың жақсы білесіңдер, біз де жақсы білеміз. Кішкентайымыздан айтатынбыз. Сендер білесіңдер ғой, иә? Апа, мен білемін. Балабақшада әнұран жайлы бір шумақ өлең жаттағаным бар. Айтып берейінші. Иә. Әнұраным, жанұраным, сөйлер сөзім, айтар әнім, туған жерім сағынышым, мәңгі бақи шырқалады. Республика әнұраны. Тамаша, енді әнұранды маған айтып бере қойыңдаршы, балалар. Келістік. Алтын күн аспаны, алтындан долы. Алтын күн аспаны, алтындан даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы, ежелден ердеген датқама шақты бой, намысын бермеген қазаған мықты бой. Менің елім, өлім болам, Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Қарсы алған уақытта мәңгілік досындай, біздің ел бақытта, біздің ел осындай. Жарайсыңдар, балалар, енді сендер осыны мүлдем ұмытпаңдар, жарай ма? Жарайды. Біздің ұлтымыз қазақ екендігімізді, мемлекетіміз Қазақстан екендігін, біздің мемлекеттік туымыз, мемлекеттік әнұранымыз, мемлекеттік ел таңбамыз бар екендігін ұмытпаңдар, жарай ма? Жарайды, апа. Әнекей, аталарың да келе жатыр. Ата! Иә, қазір осы білгендерінің барлығын аталарына айтып беріңдер. Ата! Әнекей, аталарың келді. Ата! Ата, Мен айтайыншы. жоқ, мен айтам. Ата, біз бүгін рәміздер жайлы білдік. Иә, көп нәрсе білдік. Ой, айналайын, өркендерің өсін, білгендерің дұрыс. Қазақ болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен
қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашы көтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар